Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге тамашалайық бағдарламасы және де мен жүргізушісі Тоғжан Есенгелдіқызы. Сонымен кезекті бағдарламамыздың ерекше қонақтарымен таныс болыңыздар. Аралдың тумасы, жайдарманшы, Кытай жайдарман чемпионы, Аралас КВН командасының негізін қалаушы, капитан командасы, бір сөзбен айтқанда ұстаз Дәрмағамбетов Төребек. Жалағаш ауданының көптеген қайырымды істермен айналысып жүрген, көпке үлгі болып жүрген инстаблогер, еңбекқор жан Тоғжан Құдайберген. Өзінің ерке қылығымен инста әлемін жаулап алған пысықшан бизнесвумен Тоғжан Серікбай. Құрметті қонақтары, қош келдіңіздер. Сонымен бүгін ойын шартымен кішкене болсын таныстыра кетейін. Мен қолымда 3 карточка бар. Осыны қазір сіздерге ұсынатын боламын. Қай карточка сіздерге түседі, сол ойынды сіздермен бірге ойнайтын боламыз. Түсініп қоя, ал кеттік. Сонымен кімге қандай ойын түсті? Төребек ағай? Маған телефон деген. Телефон, аха, қазір бір жанды ойыңызға сақтап отырыңыз. Сол жанға телефон шалып, мен сізге сөздер көрсетем, сол бойынша сол кісімен тілдесетін боласыз. Тоғжан? Бір әріп. Бір әріп. Аха, мен сізге қазір 2 әріп таңдатам, екеуіңіздің таңдайсыз да, мен сізге сұрақ қоям. Сол әріп бойынша қысқаша ғана жауап бересіз ғой. Бір сөзбен. Бір сөзбен ғана, тезде жауап береміз. Тоғжан, жарнама. Мен қазір, как раз жарнаманың бізде қаншайым, аха. Сізге артыңызға сурет қоямын. Сіз сол өнімді ұсынуыңыз керек. Яғни қасыңызда отырған жандарға соны сатуыңыз керек. Ал түсінікті болса бастайық. Алло, уалейкум ассалам. Қалайсың сырым, жағдай қалай? Амансың ба, жақсың ба? Уақытым бар ғой, 1-2 минут уақыт бір шаруамыз ұнап тұрдым. Аманшылық қой, Қызылордада жүріп, осында жігіттермен ақылдасып, болшым жалпы Аралда кешен жайдарма ұйымдастырдық қой, сонда тағы бір іс-шаралар ұйымдастыру керек. Андай бір жылдың аяғына бармыз, сондай Америкада не болады, Оскар береді ғой, алтын адам бармыз, алтын адам ба, бір мүсінін береді ғой. Сондай сияқты бір нәрсе ұйымдастыру керек бармыз ба? Сол енді балдар қыздарға шетінен айтып, ойларында жүрсін деп бармыз ба? Сосын бір жерге жиналамыз ғой, бір жақсы бір Wi-Fi дұрыс ұстайтын бармыз, интернетті дұрыс ұстайтын, өйткені YouTube-тан неден қарайтын бармыз ба. Сосын әртүрлі бір немен ше, ойын ойнату керек. Қызықтаймыз да істейді ғой. Сондай сияқты бір ойындар ұйымдастыру реквизит болмайтын бір жаңағыдай леген, шелек деген сияқты сондай алып бармыз ба. Бір сосын андай ерекше есімді ма адамдар шақыру керек. Бақытнұр деген ба, Бақытнұр сондай бір нәрсе деген сияқты. Сосын андай не сыйлықта бармыз ба, в общем не беру керек қой. Дубайға путевка бармыз ба. Қалай болады екен Дубай? Бір жағынан инстаграмда подписчиктер жақшаны охват дейді ғой. Охват па сондайлар. Сондайлар шақырамыз ғой. Сондайлар шақырып, сосын жаңағы ең төмен деген сыйлық Samsung телефон болу керек қой. Шынымен Дубай алмай. Енді, істегесі енді істейді. Дубайға десе көбісі келетін шығар әйтеуір. Қатысуы бар, несі бар. Дубайда әйтеуір ауылға звондайтын шығар, сет ұстайтын шығар Дубайда. Болмаса Дубай артықша Россияға жіберейік. Көріп айтса соны. Россия әйтеуір жақсы жер ғой. Бізден сыйлық болсын оған енді. Болмаса TikTokқа көп түсетін бір өт тауып алайық. Жүргізетінге жетіп жатсыз болмады, жүргізу сондай болмаса біз енді ауылда ұйымдастырып жатырмыз ғой. Ауылда шама қызық болсын, ашаны Samsung емес, сиыр берейік та. Мал көппіз ба ауылда деген? Сондай әріз бармыз ба? Қызыл сиыр берейік та, қызыл сиыр. Телефонның бағасына келетін сиыр тауып алып. Сондай. Андай сиыр бар емес па, тақасы лақтелінген ба содан, лақталған. Иә десем ондай көрдің ба не? Жоқ, сиыраны лақтаймыз ғой жаттым ғой. Өзін лақтайсың ба? Өзін лақтайсың ба? Мен мына жақта просто идея деген бірінен соң бірі кетіп жатыр, қудырту керек ол үшін бармыз. Сосын андай ойындар болады, құлағына наушник кигізіп қойып бармыз, бір сөз жастыра ма сондай нәрсе ше. Сосын призовой бергенде андай не беріп жатыр, сиыр бәрі кетіп жатыр ғой. Ақшалай бар емес па? Ақшалайды, сосын доллармен беру керек. Доллар қанша қазір курсы? 400 жасында ше.
Оны қаяқтан білесің? Сондай деп көтеріп жатып кеше халықтың көріп қалған 473 па сондай. Доллар алып жүрсің ба? Жоқ, просто барып кеше Россияға армия жасатуға барғанмын. Дұрыс. Демек сен айтқанымды жазып отырсың ба? Қолыңда ручкаң бір нәрсең бар ма? Жоқ. Енді есін сақтап отырсың ба не? Есіме сақтай жүрмін. Мен оны білмедім. Осы алдында сен не ма? Бізде осы ең төменгі айлық көрсеткіш қанша еді? 42.500 бе көтерілді ма әлде қазір? Жоқ, 60 мың ба сондай көтерілді негізі. Сенде Инстаграм бар болса, иә? Иә. Қанша подписчигің? Подписчигім бар, мен 424 сондай. Не болды, аманшылық па? Ештеңе салмайсың ба мысалы? Ештеңе салмаймын, баяғыдан сондай ба? Лайк басам айтып адамдар? Басқанда, басқанда жоқ, ол басылады, ол сондай, ол басылмайды. Көп басылмайды. Қалай болады ол? Инстаграммен жұмыс жасау керек қой, түсеш бір әр жерге салсайш. Пойызда жүргеніңді, мінгеніңді сондай. Сондай жасау керек. Сондай жасау. Үйде бір сиыр, бір нәрсе бағасын тауық па, бір нәрсе бар ма үйде? Жоқ, ондай ештеңе. Ваннада түсіп салсайш, қазір сондай жақсы дейді ғой, контент қой сондай. Ваннада түсіп жатқаныңды. Жарасын мен саған айтайын. Ыңғайсыз қалай. Денем айналып қалған бір күшік болсам деген. Болмаса сен енді IT мамансың, компьютерде отырғанды салсайш. Болмаса жұмыс істеп жатқанын ше, өтірік бір нәрсе алып. Сондай нәрсе алуға болады енді. Сондай сен принтерден типа қағаз шығарып жатқаның ба, сондай бір нәрсе. Енді біраз ой айтты деп ойлаймын саған. Осының бәрін қорыт та маған жоспар жасашы дейсің. Болды мен нем жаңағы не ғой? Сөзім аяқталды. Қазір анда не береді ғой, біреуге не береді жаңағы. Дух деген басқаша қалай айтатын әке? Мотивация береді ғой, сол 3 күнге жетеді, бүгін бірінші күн ғой, 2 күні бар әлі. Давай жақсы онда, аманшылық болсын. Ұқтай алмайтын болған түні. Мотивация Дубайға дайындалып ба? Сонымен келесі ойын біз бір әріпті ойнайық, содан кейін Тоғжанмен жарнама ойнайтын боламыз. Ал келесі ойын Тоғжанмен бірге бір әріп, сонымен Тоғжан Ж әрпі түсті. Енді мен саған қазір сұрақтар қоямын, тез осы әріптен бір ғана сөз. Дайынбыз ба? Есіміңіз? Жазира. Жасың нешеде? 20-да. Қандай мамандық иесісің? Жұмысшы. Табыс көзің? 20 мың. Қай қаладансың? Жалағаш. 20 мыңмен қалай күн көрірсің? Болады ауылға. Жыдан? Бой емеші? 20 мыңмен қалай күн көрірсің? Болады, жетеді ғой. Бой? Жеткізем. Жеткізем. Көргің келетін ел? Көргім келетін ел. Жалағаш дейші. Жезқазған. Ел. Қандай ел? Жапония. Жапония. Кіммен келдің? Жалғыз өзім. Немен келдің? Жаяу. Жалағаштан ба? Жалағаштан. Кешке қандай ас әзірлейсің? Жайма. Ақ немесе қара? Жай, қара. Жай қара. Жаңадан сөз қосты Тоғжан бізге. Жай қара. Қанша оқырманың бар? 100 мың. TikTok немесе Instagram? Instagram. TikTok немесе Instagram? Ай. Жарайды екеуі. Жарайды екеуі де. Кеше гүл алдың ба? Жоқ. Қазір қайда барасың? Жалағашқа. Жалағашқа? Жалағаштан шықпайды екенсің, иә? Жан досың ба? Жан досым, Жазира. Жолдасыңды қалай еркелетесің? Жан. О, жалпы қалайсың? Жақсы. Молодец. Ал мына затты өз қасындағы серіктестеріңе ұсын. Зат па ол? Зат. Күшті зат. Күнде қолданам ба?
Жоқ, енді сен сатасың ғой енді. Күнде қолданасыздар, в общем. Күшті зат. Қазіргі бренд десек те болады. Новый бренд. Новый бренд, иә, екінің бірі қолданғысы келеді. Соны сіздерге ұсынып отырмын. Неше жастан, неше жасқа дейін қолданады? Сұрақ қойсаңыздар болады. Неше жастан? Жалғыз сізде бар ма ол тек? Жалғыз менде емес, бәрінде бар ғой қазір. Бренд қой енді, бәрінде көбісінде бар. Бірақ сізден алу керек, иә? Менен алыңыздар. Себебі не? Менде сапалы. Сынбайды. Бұзылмайды. Тамақ сұрамайды. Зат болғыз тамақ сұрамайды әрине. Су, бензин құйып ондай сұрамайды ішіне. Жоқ, сұрамайды. Бағасы қанша? 100 мың. Нормально ба? Жекілесем сіздерге бірақ. Штугы ма, опты ба? Штугы оптым аламын десеңіз басқа баға айтамын. Оны қайда алып бара аламыз? Қай жерге бара аламыз оны? Үйде тұратын нәрсе. Үйінде қолданасыз ғой. Сіз қай бөлмеде көбірек ұстайсыз бұл затты Тоғжан? Бұл затты ма? Залда. Қонақ кететін жерде. Сол залда, қонақ келген кезде ше. Қонақ келген кезде мақұл детскийге қоя салайық сосын. Сыймай баратса қонақ келген кезде. Одноразовый ма? Одноразовый. Многоразовый. Пайдаланғаннан кейін жуасыз ба жалпы, жоқ солай пайдалана бере ме өзі? Иә, жусаңыз да болады, енді өзіңіздің тазалығыңызға байланысты. Тоғжан тазалыққа жақсы. Иә, Күнде жуатын күнде жуамын. Гарантия неше жылға бересіз? 1 жыл. Көп затта енді, 1 жыл гарантия. Скидканы қаншаға бересіз енді? Енді дәл қазір 50% скидка отыр, сіздерге 50 мыңнан бері аламын. Алып кетейін қазір. Бір штугы ма или бір пачкаде бірнешеу тұра ма 50 мыңға? Меніңше қымбат сияқты 50 мыңға. Бір пачкаде 12 тұрады. Бір пачкаде. Пачкасы 100 мың. Қазір скидка отыр, 50% 50 мың. Нормально баға. 12 отбасы бұл. Оны 50%-пен алсақ күшті екен, иә? Күніне нешеуін пайдаланасыз сонда? Біреу. Күнде пайдаланамын бүтін затта. Біреу мақұл да. Сол. Болды, аламын деп тұр. Сат жүрейін, алып келейін деп тұрғанда. 50%-ға Иә, 50% скидка, 12 штук. Алып кетемін. Күшті болды. Төлеме қарай алмайды ма не? Алмайын деп отыр. Алмайсыз Сіз енді Тоқа? Ма айтқан жоқ қой, 50% жалпы. 50% айтты ғой бәріне. Сіздерге 50% доставкасы мақұл, иә. Өзің жеткізесің ба? Иә, жеткіземіз. Орнатып бересің сосын. Орнату керек, сол орнатамыз. Сосын көрсетесіз қой қалап етін оларды. Оны бәрі білетін шығар осында. Енді сіздің затыңыз оны көрсететін шығарсыз. Енді көрсетем деп айта алмаймын, бірақ енді инструкциясын беріп қағазға жазып Инструкция тұрады. түсінбесек. Ютубта бар топ беремін. Болды, екісі аламын деп тұр. Болды ма? О, боже, горшок, что ли? Сонымен бүгін ерекше бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Келген қонақтарға үлкен алғысымды білдіремін. Келіп тұрыңыздар. Құрметті көрермендер, қай ойыншының ойыны сіздерге ұнады, төменге комментарийға жазып кетеміз. Және де алдағы уақытта қандай блогерді, қандай жайдарманшыны көргілеріңіз келеді, тоже жазсаңыздар болады. Міндетті түрде ескереміз. Қош сау болыңыздар.